Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін сіздерге мен кета және бронатөл жасап үйретемін. Кета дегеніміз не? 2022 жылы 1 сәуірден бастап Қазақстан мен Корея арасында безвизовый режим ашылды. Безвизовый режим ашылғандықтан Корея елі әділет министрлігі кета программасы ойлап тапты. Кета дегеніміз электрондық рұқсаттама. Олсыз өкінішке орай қазір Корея еліне бұрынғыдай келе беруге болмайды. Кета толтыру үшін құжаттар. Ең бірінші сіздерге загранпаспорт қажет, электронный почта, паспортыңыздың суреті, качественный сурет және де 700x700 форматта 3x4 суретіңізді 700x700 пиксель қылып өзгерту керек, және де 3990 теңге. Ең бастысы бронь отель болу керек сіздерде. Бір жоп сіздермен қазір бронь отель жасап үйренеміз. Бронь отель жасаған кезінде төлеудің қажет емес, картаңызда ақша болуында қажет емес. Ең бастысы сіздер бронь жасап жатқан кезінде бесплатно отменамен тауып алу керек. Екіншісі және де отельдің броньын сіздерге одобрение шықпағанша отмена жасамауыңыз керек. Ең басты лайфхактар осы. Осы жерде сіздер букинг сайтынан міндетті түрде ссылкасын тастап кетемін. Кірген кезінде Сеул қаласын таңдайсыздар. Примерно күндер 7 күннен жоғары болу керек, 10 күнге дейін. Досыңыз болса, досыңыз міндетті түрде белгілеп кетесіз, немесе жалғыз өзіңіз жалғыз адам деп тересіздер. Одан кейін міндетті түрде бағасын тексереміз. Неліктен Сеул таңдау керек? Неліктен басқа қаланы таңдаудың қажет жоқ? Өйткені Сеул қаласынан Мьондон барлық қыдыратын орындардың бәрі Сеул қаласында, және де Сеул қаласына станция бар, және де бас қаласы болғандықтан туристің бәрі Сеул қаласына келеді. Пусан қаласына ешкім бармайды, Инчон қаласына ешкім бармайды, бәрі Сеулға келіп тоқтайды. Одан кейін кірген кезінде отельдердің қарап отырсаңыздар, сізге міндетті түрде бесплатно отмена дегенмен алуыңыз керек. Өйткені неліктен сіздер бесплатно отменамен алған кезінде сіздер тек қана кета толтырып, одан кейін отмена жасай саласыздар. Ақша төлеудің қажеті жоқ. Мысалы, ең бірінші осыны таңдай саламыз. Қатты қымбатын арзан деп қараудың қажеті жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ. Бәрі айтып жатады, ең қымбатын таңдай жоқ, міндетті емес ол. Я бронирую. Бұны телефоннан істесеңіз де болады, ешқандай қиыншылығы жоқ. Одан кейін мысалы осы жерде сіздерге өзіңіз данныйын жаз дейді. Сіз сұрасыздар, өзіңіз данныйын жазасыз. Мысалы жазып кетейік. Латынша ғана жазыңыз, әрдайым латынша теруге тырысыңыз. Мысалы Сұлтанбай, есіміңіз Сұлтан, адрес электронной почты, не знаю, өзіңіз адрес электронной почта жаза саласыз екі жерге. Және де осы жерге өзі автоматтық түрде сіздерге латынша жазылып тұрады бәрі. Ең аса өтесіздер, осы жерде сіздер жазылып тұрады ваше время прибытия деп. Ол жерде біз кета толтырғандықтан да я не знаю деп тере салыңыз. Ол жерде міндетті емес. Сөйткен жерде далее деп басасыздар. Ең сонда осы жерде сіздерге неңіз шығады, ақшасын төлеу керек деп шығады. Өзіңіз еліңіз таңдайсыздар. Қазақстаннан болса Қазақстан деп. Мысалы, Қазақстан елін таңдаймыз. Осы жерде сіздер өздеріңіздің номеріңізді теруіңіз керексіздер. Осы жерге өзіңіздің номеріңізді тересіздер. Қорықпаңыздар, ешқандай ақша шешілмейді картаңыздан. Тек қана толтырасыздар. Мысалы, осы жерде номер телефоныңызды жазасыз. Оплатить не позднее, оплатить сейчас дегенді таңдамаңыздар. Осыған міндетті түрде осы уақытта қараңыздар, осы сәтті. Өйткені қазір десеңіз, картаңыздан қазір сол уақытта ақша шешіліп кетуі мүмкін. Сіздер жазып қойыңыз, келесінде алып тұр, оплатить не позднее, осы күнге дейін төлесем болады деген ол мағына. Одан кейін міндетті түрде осы жерге өзіңіздің картаңыз жазып кетесіздер, номер карты, күнін бәрін завершить бронирование дейді. Мінекей Сұлтанбай Сұлтан деп біздің неміз броньіміз жасалды. Ақша төленген жоқ ешқандай, тек қана 5-не дейін төлемейміз деп таңдадық. Осы жерде жазылып тұр, міне воскресенье 11-і келеміз, 19-ға қайтамыз деп сағат бәрі көрсетілді автоматты түрде. Және де бізге ең басы керек, ең соңында осы жерде сіз адресті жазылып тұрады. Мінекейіңіз Сеул, мына жерде индекс жазылып тұрады, және де мынау сіздің көшеңіз, районыңыз. Осыны міндетті түрде скриншот жасап алыңыздар. Осыны бір жерге қағаз болса, немесе қағазға жазып алыңыздар. Осы данныйларды ғана, міне осы данныйларды ғана. Телефонын, Сеул қаласы индексін және де көшесін. Болды, осыны жасағаннан кейін біздер кета бағдарламасына өтеміз.